Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және мен сұлулық саласында, яғни кірпік саласында жүргеніме 6 жыл болды, және мен сіздерге өзімнің тәжірибем туралы үйрететін боламын. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі мен бұл жерде сұлулық әлемі жайлы айтатын боламын және үйрететін боламын. Өте құнды ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, маған тіркеліңіздер және білгілеріңіз келген ақпаратты маған комментарий жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі көрсетілетін тақырып ол натуральный эффект. Мына видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыдай 40 жастағы әпке. 40 жастағы әпкеге натуральный эффект таңдаған себебі бұл эффект шынайылықты, естественності жақсы көретін адамдарға арналған. Бұл кісіге біз 9-дан 12 длинаға дейін жасаймыз. Объемы 3D, 4D, изгиба цешка, толщинасы 0,1 қолданатын боламыз. Мен қолданатын материал ол Nagaraku фирмасының материалдары. Бүгінгі қолданған материалдарым ол 9, 10, 11, 12 С. Натуральный эффектке қолданған материалдарым. Бұл жерде толщиналары 0,1, өздеріңіз көріп тұрғандай, изгиба цешка, бұл жерде 9 длина. Өздеріңіз алып көрсеңіздер болады, кірпік өте жұмсақ, басқа кірпіктерге қарағанда. Және бұдан бөлек бізге керек колечко, және мен ромео клейін қолданамын, өте қатынайды. Және мен клейді 2 апта сайын ауыстырып тұрамын. Және де бізге керек ол расческа. Расческа бұл обязательный нәрсе, потому что кірпікті біз жасаған кезде постоянно кірпікті тарап отыруымыз керек, әр кірпікті қойған сайын. И менің қолданатын пинцетім ол Avital пинцеті. Маған өте қатынайды, себебі именно осындай изогнутый пинцет объемды да ашуға болады, 3D, 4D да ашуға болады, и кірпікті де қоюға арналған универсал пинцет. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай, мен натуральный кірпіктің үстінен қойғам кірпіктерді. Яғни көп адамдар қателеседі, адамның өзінің кірпігінің астынан қояды, жанынан қояды, бірақ біз кірпікті жалғап отырғаннан кейін кірпікке біз кірпіктің үстінен қоямыз, потому что адамның кірпігін біздің қойған кірпік көтеріп тұрады. Получается, адамның әрбір талшығының үстіне біз кірпікті қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай 30 ступень жасаймыз. Бүгінгі сабағым, бүгінгі ақпаратым сіздерге қызықты болатын болса, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және колокольчикті комментарийға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады, және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.